Зейнетақы 30%-ға өсетіні рас па? Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер бұл сұраққа жауап тапқыңыз келсе, біздің арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Қазақстандықтар 20 жылдан аса еңбек өтілі бар азаматтардың зейнетақысы бірден 30%-ға көтерілетіні туралы ақпарат ала бастады. Ресейлік порталдарда қазақстандықтардың зейнетақысы көтерілетіні туралы жалған ақпарат тарады, деп хабарлайды Массагет КЗ тілшісі. Бұл ақпаратқа қатысты еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі өкілдері түсініктеме берді. Сілтеме қазақстандық сайттарда жарнама ретінде пайда болған, бірақ желі қолданушылары материалда қазақстандықтарды қазақтар деп сипаттаған, ал бұл отандық баққа тән емес. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің баспасөз хатшысы Дәкен Ділдахметовтың айтуынша, көптеген сайт мұндай ақпаратты қаралым жинау үшін әдейі таратады. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.